Панкреатитті емдеуде негізгі ферменттік препараттар ол ұйқы безінің өзіне бөлінетін липаза, амилаза, протеаза сияқты панкреатиндік сөлдің препараттар болып табылады. Яғни оларға мезим, панкреатин, панзинорм, эмертал, крион, пангрол жатады. Бұны қолдану себебі бізде ұйқы безінен өте көп мөлшерде сөл бөлінгендіктен ол өз-өздерін қорытып жібереді. Ал біз бұл препараттарды қабылдау арқылы ұйқы безіне түсетін жүктемені азайтамыз. Яғни осы препараттарды қабылдау арқылы тамақты осы препараттармен қорытамыз да ұйқы безі ол кезде қатты күш түспей тыныштық күйде болады. Негізгі препараттар крион, пангрол, панкреатин, мезим, фистал, инзистал, панзинорм, эмертал. Бұл препараттардың қандай айырмашылығы бар? Бұлардың ішінде ең жақсысы крион мен пангрол. Себебі олар желатинді қабықпен қапталған мини-микросфералардан тұрады. Яғни сыртындағы қабық асқазанда еріп кетеді қышқылдығында, ал ішіндегі майда-майда мини-микросфералар 12 ерсекке өтеді. Тамақпен бірге бірден өтіп кетеді. Себебі бізде асқазан мен 12 ерсектің аралығында қалтқы бар. Ол қалтқы бізде асқазанда ыдыратылған, ұсақталған тағамдарды өткізіп отырады. Оның мөлшері 2-5 мм құрайды. Ал осы микросфералар, криондағы микросфералар бірден өтіп кетеді. Ал бізде мезим мен панкреатин ол таблеткадан тұрады. Қабықпен қапталған таблетка. Ол таблетка осы привратниктен, қалтқыдан өте алмайды. Сол себепті олар асқазанда біраз уақыт тұрып ыдыратылады және ұзақ уақыт еріп тұрғаннан кейін оның әсері бола ма, болмай ма, ол белгісіз. Одан кейін екінші себеп ол алдыңғы жағында өтіп кеткен тағамдарға жетіп үлгере ме, оларды қорытып үлгере ме, ол да белгісіз. Бұл мезим мен панкреатин бұрынғы технологиямен жасалған препараттар. Оны созылмалы панкреатитте негізгі ем ретінде қолданбайды. Бұны тек тамақты көп жеп қойып, оны қорыта алмай қалған кезде, ауырлық сезім болып тұрған кезде көмекші препарат ретінде қолданылады. Панкреатитті емдеуде фистал мен инзистал қолданбайды, себебі оның құрамында өт компоненттері бар. Бұл тек өт жолдарының да проблемалар болатын болса, холецистит кезінде, дискинезия кезінде, холецистектомия кезінде қолданылады. Крион препараты қабылдау 50 мың, 80 мың единицаға дейін болады. Бұл тағам қабылдаған кезде осындай болады, ал тағамдардың арасындағы аз мөлшерде перекус қабылдайтын кезде осының жартысы қолданылады, яғни 10 мың, 20 мың единица қолданылады. Тамақпен бірге 2 ай бойы курспен қабылдайды.